Джон Джонстың үңгірдегі өлімі. Юта штатындағы Натти-Патти үңгірінде болған қасірет туралы естігенде төбе шашың тік тұрады. 2009 жылы Джон Джонс есімді жігіт үңгірдің өте тар жерін зерттеймін деп, басымен төмен қарай қапсырылып кептеліп қалады. Оның қысылып қалғаны соншалық тіпті ең мықты құтқарушылар тобының өзі оны суырып ала алмады. Джон сол күйінде басы төмен қарап тұрған қалыпта 24 сағаттан астам уақыт өткізеді. Ол өзінің өлетінін сезсе де, соңғы сәттеріне дейін есін жоғалтпай құтқарушылармен сөйлесіп дұға оқып жатқан. Ақыры оны шығару мүмкін болмады, Джон сол жерде жан тапсырды. Оқиғадан кейін үңгірді мәңгілікке бетонмен бекітіп тастады, ал оның денесі әлі күнге дейін сол тас құрсауда жатыр. Қап-қараңғы түнекте ес түсімді біле тұра, еш қимылсыз ажалды күтумен оқыған ең сұмдық жайттардың бірі. Үйдің астында жерленген мәйіттер. Ливанның Кфаршима ауылында бүкіл елдің жағасын ұстатқан жантүршігерлік жағдай орын алды. Көршілері бұл отбасының тым тұйық, оқшау жүретінен сезіктеніп, жылдар бойы түрлі қауесет айтып жүретін. Бірақ шындық кез келген қорқынышты кинодан да асып түсті. Өткен жазда билік өкілдері үйді тінтіп, жертөледегі құлыпталған жасырын бөлмеден шіріп кеткен 5 адамның денесін тапты. Сөйтсе, үйдің үлкен ұлы 80 жылдардан бері қайтыс болған әкесі мен бауырларын сол жерге жасырып келген екен. Ол мұны отбасылық ритуал деп түсіндіріп, туыстарының өз үйімізде жерленгіміз келеді деген аманатын орындадым деп ақталған. Марқұмдардың кейбірі өз ажалынан өлсе, Джордж есімді бауырын соғыс кезінде Халил есімді екінші бауыры өлтірген болып шықты. Кейін Халилдің өзі 2000 жылы өз-өзіне қол жұмсаған. Ал ең аяныштысы, сол жерден 1 жасар Мари есімді бүлдіршіннің де денесі табылды. Оны туған бауырларының бірі іштарлықтан өлтірді дегенде сөз бар. Үлкен ұлы Криста осы уақытқа дейін 90 жастағы анасымен бірге осы мәйіттердің үстінде өмір сүріп келген. Қазір ол тұтқындалып, анасы қарттар үйіне орналастырылды. Үйдегі бейтаныс әйел. Бір жігіт үйіндегі заттардың өз-өзінен жоғалып, немесе орындары ауысып кететінін байқайды. Ол есімнен ауыстым ба, әлде үйде бірдеңе болып жатыр ма деп қатты уайымға салынады. Ақыры шындықты білу үшін үйіне жасырын камера орнатады. Келесі күні жазбаны ашқанда ол нағыз шок болады. Түнгі видеода өзі ұйқыға кеткен кезде төбедегі қуыстан орта жастағы бейтаныс әйелдің еңбектеп шығып келе жатқанын көреді. Сөйтсе, ол әйел жігіт үйде жоқ кезде төмен түсіп тамағын ішіп, заттарын емін еркін пайдаланып жүрген. Ең сорақысы, ол бұл үйде бірнеше ай бойы ешкімге білдіртпей тұрып келген екен. Ал бұл оқиғаның соңы немен аяқталғаны белгісіз. Өлікке айғайлаған жігіт. Бұл оқиға осыдан 3 ай бұрын болған еді. Құрбым жыл басында коттедж қалашығынан шағын үй сатып алған болатын. Ол жақтағы үйлердің қабырғасы жұқа екен. Көрші үйдегі ер адамның айқайлаған дауыстарын жиі естіп үйренесіп кеткен еді. Бірде ол жұмыстан келсе, үйінің алдында полиция мен жедел жәрдем қаптап жүр. Сөйтсе, көршісі ер адам әйелін өлтіріп тастапты. Құрбым полицияға 2 күн бұрын оның айғайлап жатқанын анық естігенмін деп айтады. Бірақ тергеуші сұмдық жайттың бетін ашты. Қыздың денесінің шіріп кеткені сонша, тіпті саусақ іздерін алу мүмкін болмапты. Қыс мезгілі болса да, мәйіт әбден бұзылып кеткен. Бұл дегеніміз, әлгі адам бірнеше күн бойы өліп жатқан адамға айғайлап ұрысып жүрген. Ең сорақысы, полиция оны бірден қамауға алмады. Үй марқұм қыздың атына жазылғандықтан, бауыры келіп қуып шыққанша, қылмыскер сол үйде емін еркін тұрып келген. Әкем жоғалған балалардың мәйітін тауып алды. 90 жылдары біз жақта бірнеше бала із-түзсіз жоғалып кеткен. Шамамен 4-5 күннен кейін әкем әдеттегідей түнгі балық аулауға шыққан болатын. Кенет судан біртүрлі дыбыс естіп, аллигатор шығар деп ойлаған. Сонда да бір тексерейін деп фонарикпен дыбыс шыққан жаққа қарай жарық түсірген. Ол жерде аллигатор емес, су бетінде қалқып тұрған адамның мәйіті болып шықты. Оның денесі қатты сынып кеткен, ал көздері ашық күйде тура әкеме қарап тұрған. Кейін полиция бұл су бетінде жоғалған балалардың мәйіті екенін анықтады. Көп ұзамай қалған балалардың да денесін судан тапты. Осы оқиғадан кейін әкем қатты күйзеліске ұшырады. Болған оқиғаны өз көзімен көрген қорқынышты ұмыта алмай, кейін тіпті балық аулауды толықтай тастап кетті. Шөл даладағы өртенген адам. Күйеуім әскерде 16 жыл қызмет етті, сондықтан біз жиі көшіп жүретінбіз. Бірде бізді шөл даланың қақ ортасындағы әскери базаға жіберді. Ол жерде базадан шығатын жалғыз ғана жол бар еді. Ең жақын қалаға жету үшін сол жолмен 30 минут жүру керек.
Бір күні сол жолмен келе жатып, жол жиегінде бір нәрсенің лаулап жатқанын көрдім. Шөл дала болған соң мұндай оғаш нәрселерге үйреніп кеткенбіз, сондықтан бірдеңе жанып жатқан шығар деп мән бермей өтіп кеттім. Бірақ кейін болған жағдайды естігенде зәрем ұшты. Сөйтсе бір сарбаз қызметтен үйіне ерте оралып, әйелін басқа еркекпен ұстап алған екен. Ол әлгі еркекті орындыққа байлап, базадан алысқа апарып, тірідей өртеп жіберіпті. Мен жолдан өтіп бара жатып көрген жанып жатқан отын сол адамның денесі екен. Ал сарбаздың әйеліне не болғанын ешкім білмейді. Біреулер күйеуі оны шөл даладағы терең құдыққа тастап жіберген дейді. Әйелі туралы ақпарат тек қауесет болса да, жанып жатқан адам нақты болған сұмдық жағдайы. Құрбым түнде менің үстімде тұрған қара елесті көрген. Бірнеше жыл бұрын жақын құрбымның үйіне қонуға барғанмын. Мен әдеттегідей одан бұрын ұйықтап кетіппін. Бір кезде ол мені қатты шошытып оятып алды. Ол маған қорқынышты түрмен қарап, мен ұйықтап жатқанда үстімде тұрған қара бір елес фигураны көргенін айтты. Мен оны көрдім деп қайта-қайта айтты. Мен ұйқылы ояу күйде онша мән бермедім. Жаспыз ғой, қиял ғой, бір нәрсе елестеп кеткен болар деп ойлап қайта ұйықтап кеттім. Ең қызығы, бірнеше ай өткен соң үй жақтағы дүкенде тұрғанмын. Сол жерде бір кемпір келіп, «Әй қыз, сені бір жаман нәрсе аңдып жүр, ол сен ұйықтаған кезде келетте. Сенің барлық энергияңды сорып алады» деді. Жүрегім зырқ ете қалды. Көзім бақырайып дүкеннен шығып кеттім. Құрбым бұл жағдайды әлі күнге дейін ұмыта алмай жүр. Ол маған әлі күнге дейін түнде анық қара елесті көргеніне сенімді екенін айтады. Қара магия және анамның түйсігі. 2006 жылы әпкем жұмыс бабымен жаңа қалаға көшетін болып, біз оған пәтер іздестірдік. Көп ұзамай керемет бір нұсқа табылды. Ауданы жақсы, үй иесі болса өте мейірімді көрінді. Құжаттарды реттеу ғана қалған еді. Бірақ анам үй иесімен алғаш кездескенде-ақ, осы әйел маған мүлдем ұнамады. Бір жамандықты сезіп тұрмын. Басқа пәтер іздейік деп көнбей тұрып алды. Біз анамның айтқанын тыңдап, басқа үй таптық. Арада бір жылдай уақыт өткенде жергілікті газеттен сұмдық хабар оқыдық. Әлгі біз кездескен үй иесі қара магияға әуес екен. Ол өзінің пәтер жалдаушыларын өлтіріп, оларды өз ритуалдары үшін құрбандыққа шалып келген болып шықты. Бұл өтірік емес, шынайы болған жағдай. Осы күнге дейін сол оқиғаны еске алсақ, төбе шашымыз тік тұрады. Өздігінен қозғалған үстелдер. Колледжде оқып жүргенде бір дүкенде жұмыс істедім. Бірде жұмыс күні аяқталып дүкенді жаптым. Іште менен басқа ешкім жоқ еді. Заттарды қоймаға, яғни артқы бөлмеге апардым. Ол жерде біз үзіліс кезінде отыратын кішкентай үстел мен 4 орындық тұратын. Арада 10 минуттай уақыт өткен соң, сырт киімді алу үшін әлгі бөлмеге қайта кірдім. Кірген бетте денем мұздап кетті. Әлгі 4 орындық үстелдің қасында емес, есікке қарама-қарсы, түп-түзу бір сызықтың бойымен тізіліп тұр. Олар үстелден бірнеше метр жерге жылжып кеткен. Ең қорқыныштысы, осы уақыт ішінде ешқандай дыбыс, тіпті сыбдыр да естілген жоқ. Дүкеннен атып шығып, бірден күзет шақырдым. Олар ішті түгел тінтіп шықты, бірақ ешкімді таппады. Күзетшілер, өзің жылжытып, ұмытып кеткен шығарсың деп күлді. Бірақ мен олай емес екенін анық білемін. Анамның ішкі түйсігі оны қауіптен сақтап қалды. 70 жылдары анам ескі көлігімізді сатпақшы болады. Бір күні оған бір ер адам хабарласады, бірақ анама ол бірден ұнамайды. Тұтқанын арғы жағындағы адамнан бір оғаштықты сезеді. Сондықтан ол әкеме, осы адам көлікті көруге келгенде міндетті түрде қасымда бол дейді. Сатып алушы келгенде, онымен бірге көлікті тексеруге анам емес, әкем шығады. Ақыры көлікті сол адамға сатып жібереді. Кейін белгілі болғандай, әлгі адам кісі өлтіріп, мәйітті тасу үшін дәл біздің көлікті пайдаланған екен. Ол нағыз маньяк па, әлде кездейсоқ қылмыскер ме, ол жағы есімде жоқ. Бірақ анамның ішкі сезімі оны үлкен қауіптен сақтап қалғаны анық. Әжемнің қолын тартқан елес. Бірде атам мен әжем ұйықтап жатады. Әжем екі қолын басынан асырып, шалқасынан жатқан екен. Кенет ол біреудің екі білегінен шап беріп ұстап алғанын сезіп оянып кетеді. Қорқыныштан тілі байланып, тіпті айғайлай да алмай қалады. Әрең дегенде қасында жатқан атамды теуіп оятып, болған жағдайды айтып береді. Атам болса, саған бірдеңе көрінген шығар, сандырақтай бермей ұйықташы деп мән бермейді. Бірақ нағыз сұмдық таңертең басталды. Әжем оянса, екі білегінде біреу қатты қысқандай қолдың іздері ап-анық түсіп қалған. Оның не болғанын әлі күнге дейін ешкім түсіндіре алған жоқ. Содан бері мен ол үйде қонуға қатты қорқамын.